Бұл өз еңбегімен үлгі болған адамның оқиғасы. Мен бұл жерге келгенде жасым 24-те еді. Жоғарғы оқуды бітіргеннен кейін 88 жылдан бастап осы жерде жұмыс істеп келе жатырмын бір салада. Жаңағы ағаш бір жерде көгереді демек сияқты, осы бір жерде көгеріп өсіп келе жатырмыз. Мен жұбайымды да осы жерде таныстым, өз бақытымды осы жерде таптым деп ойлаймын. Жұбайым да осы жерде лабораторияда істейді, зерттеу несінде болды, істегенде 40 жылдай болды. Біз екеуміз осы жерде танысып, осы жерде семья құрдық. 3 бала шағам бар. Кейінгі менің балам да осы біздің мамандықты таңдап осы жерде жұмыс істейді. Товарно-сырьевой цехта, шикізатта. Ол да енді біздің жұмыс істеп жүргенімізді соны өзі кішкентайдан көріп, соған қызығып осы жерге жұмысқа кірді. Енді жұмысымда ең қызығын айтсақ, бізде шыққан өнімдерді біз осы өзім ойлаймын. Мына бізден шыққан мына өнімдер жанармайлар енді өзіміздің Қазақстан бойынша біз тиіміз осы жерде. Авиакеросинде мысалы самолеттарда бізден шыққан өнімдер мұнышады. Қазір енді техниканың дамыған уақыты ғой. Қалада бәр техникалар, нелер осы бізден шыққан мына дизель отыны, тағы да мына бензин солармен жүреді. Соны көріп өзінің қуанасында бізден шыққан өсімі осы транспорттың бәрі біздің еңбегіміздің артымен жүрген шығар деп. Осы 90-шы мемлекетіміз тәуелсіздік алғаннан кейін бізде енді осы Шымкент қаласында үлкен заводтардан біздің заводта қалды деп жұмыс істеп қалды. Қалғандардың бәрі банкрот болды, істемеді. Біз ешқандай қиыншылық көрген жоқпыз сол заводымыздың артында. Бізде бұл процесс тоқтаған жоқ. Мына өнде президент дұрыс бағалады. Енді әр жылы әр нелер қойып жатыр президентіміз. Биыл еңбекшілердің де бір мәртебесін көтеруді ойлап, жұмысшыларды қадірлеу керек. Жұмысшылар болмаса болмайды. Бәрі кішкентай неден басталады ғой енді жұмысшылардан. Мемлекетіміздің дамуымызға біз үлесімізді қосып, жұмысшыларды қосып келатқан. Основной жұмысты осы жұмысшылар істейді ғой деп ойлаймын өзім енді. Біздің артымызда, жұмысшылардың артында. Негізі осы заводқа біз 1986 жылы жолдамамен келгенбіз. Сөйтіп 1986 жұмыстан келіп, үйдегі өмірлік серім медалімен 1989 жылы таныстық. Міне содан бері осы заводта жұмыс істеп келатырмыз. Шүкір Аллаға, бала шаға өсті, немерелер болдық. Енді заводтың басшыларына мың рахмет айтамыз. Бізге осындай жұмыс істеуге жағдай істеді. Әр адамның еңбегін бағалап жатыр. Сондықтан заводыма барлық уақытта басшыларға да, жұмысшыларға да, ұжымдастарыма да барлық уақытта бақыт тілеймін. Ауызбіршілік болсын, абырой дейді, абырой басты капитал дейді. Сондықтан әрбір адам абыройлы болса, ол ең мықты жетістік деп ойлаймын. Енді бұл мамандықты таңдаған себебім, әкем де, анам да осы мұнай саласында жүрген соң, мен де өмірімді осы мұнай саласына арнағым келді. Солардың жолын қуып, осы мамандықты таңдап, қазіргі таңда уже бір 10 жылға таман осы мұнай саласында аға оператор болып, исполняющий обязанности старший экономист болып жұмыс атқарып жатырмын. Енді мен тағы айтатым, артымызда өсіп келетін ұрпақ жас мамандар осы мамандықты таңдап, осы біздің жұмысымызды жалғастырса екен деп ойлаймыз. Мемлекетіміздің дамуына жаңа өз үлестерін қосса. Еңбек жолы шабыт беретін жол.